саламатсыздар ма оқушылар? Математика сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрама есептер. Бүгінгі сабақта есептерге талдау жасайсың және шығарасың. Бірінші тапсырмаға қарайық. Мәтінді оқы, сұраққа жауап бер. Ғарыш кемесінде ғарышкерлердің жұмыс істеу жағдайы ерекше. Онда салмақсыздық орын алады. Оларға осындай жағдайға өздерін бейімдеуге тура келеді. Мысалы, тағам арнайы сықпаларда болуы тиіс. Неге деп ойлайсың? Есепті шығарудың арифметикалық және алгебралық тәсілдерін ұсын. Жерде ғарышкерлерге арнап тағам салынған. Қораптар дайындалды. Тағамдар алдын ала өлшенді. Енді тапсырмасын тыңдаймыз. Таразының бір табақшасында 1 килограмм кіртас пен қауын тұр. Ал екіншісінде 3 килограмм және 2 килограммдық кіртастар тұр. Қауынның массасын тап. Яғни 3 қосылған 2 тем болады 5 килограмм. 5-тен 1-ді азайтамыз 4 килограмм. Енді алгебралық тәсілін қарайық. 3 қосу 2 тем болады 1 қосылған x. 5 тем болады 1 қосу x. x тем болады 5-тен 1-ді азайтамыз. x тем болады 4. 3 қосылған 2, 1 қосылған 4. 5 тең 5 сонда. Көрдіңіздер ма? Яғни жауабы қауынның массасы 4 килограмм. Енді бірінші тапсырманың әсіне қарайық. Таразының бір табақшасында 500 граммдық 3 кіртас және 1 бөлік ірімшік қойылған. Екінші табақшасында 3 килограммдық кіртас тұр. Ірімшік бөлігінің массасын тап. Шешуі 3 килограмм тен 3000 грамм. 1 бөлік ірімшік x грамм. Онда 500-ді 3-ке көбейтеміз. Қосылған x тем болады 3000. 1000 жарым. 1500 азайту қосылған x тем болады 3000. x тем болады 3000 азайту 1500. x тем болады 1500. Жауабы ірімшік бөлігінің массасы 1500 грамм. Келесі екінші тапсырмаға қарайық. Есепті әр түрлі тәсілмен шығар. Топтық жарыста әр спортшы 12 рет отырып, тұруды 3 рет қайталау керек. Топта 5 спортшы бар. Олардың әр қайсысы осындай 4 жаттығу жасайды. Барлық топ мүшесі неше отырып тұру жаттығуын жасайды. Яғни қараңыздар. Яғни олар әр қайсысы осындай 4 жаттығу жасайды. Яғни көбейтеміз 3-ті 12-ке көбейту 5, көбейту 4 тем болады 20. Немесе екінші тәсіл, яғни жақшаның ішінде 12 көбейту 3 жақшаны жабамыз, көбейту жақшаны ашып 5 көбейту 4 жақшаны жабамыз, тем болады 720. Келесі үшінші тапсырманың асына. Әр есепке сәйкес келетін сызба мен теңдеуді тап. Қала мен ғарышкерлер дайындау орталығының арасы 330 километр. Курсант қаладан орталыққа бару үшін алдымен 75 километр сағат жылдамдықпен жүретін автобусқа отырды. Қалған 30 километр жолды ол жол жөнекей кездескен машинамен жүріп өтті. Курсант автобуспен қанша сағат жүрді? Яғни шешуі берілген есепке бірінші сызба мен теңдеу сәйкес келеді. Яғни 75 көбейту x қосылған 30 тем болады 330. 75x тем болады 330 азайту 30. 75x тем болады 300. x тем болады 300 бөлінген 75. x тем болады 4. Жауабы курсант автобуспен 4 сағат жүрді. Тапсырмасына қарайық. Қала мен ғарышкерлер дайындау орталығының арасы 330 километр. Курсант қаладан орталыққа бару үшін 75 километр сағат жылдамдықпен жүретін автобуспен 4 сағат жүрді.
Қалған жолды ол жол жөнекей кездескенше машинамен жүріп өтті. Студент қанша жолды машинамен жүрді? Берілген есепке бірінші сызба мен төртінші теңдеу сәйкес келеді. Яғни мынау екінші сызба, 75 километр. Енді теңдеуді қарайық. 75 көбейту 4 қосылған x тен болады 330. 300 қосу x тен болады 330. X тен болады 330, азайту 300. X тен болады 30. Жауабы студент 30 километр жолды машинамен жүрді. Түсінесіз ме? Яғни бұған сәйкес келетін сызба екінші балалар. Келесі төртінші тапсырма. Есепті теңдеу құрып шығар. Ғарышкерлерге тағам әзірлейтін ас үйге 150 килограмм көкөніс әкелінді. Оның бір бөлігі тең бөлініп 8 жәшікке салынды. Егер әлі 70 килограмм көкөніс қалған болса, бір жәшікте қанша килограмм көкөніс бар? Енді теңдеу құрамыз. 150 ол барлық, азайту жақшаның ішінде, яғни теңдей 8 жәшікке бөлінді. Жақшаның ішінде x көбейту 8, жақшаны жабамыз, тең болады 70. 70 дегеніміз қалғаны. X көбейту 8 тең болады 150-ден 70 азайтамыз. X көбейту 8 тең болады 80. X тең болады 80 бөлінген 8. X тең болады 10. Яғни сонымен бізде жауабы бір жәшікке 10 килограмм көкөніс бар. Келесі 5-ші тапсырма. Өрнектердің мәнін тап. 700 мың бөлінген, азайтылған жақшаның ішінде 700 мың 700 азайтылған 6054 көбейтілген жақшаның ішінде 47 мың 923 азайту 47 мың 884 жақшаны жабамыз, азайту 65 мың 548 тең болады 399 мың 46. Жақшаның ішінде 14084 бөлінген 28, азайту 23, жақшаны жабамыз, азайтылған 27, азайту 120 бөлінген 60. Тең болады 451. Келесі, 10-ның квадраты, қосылған 11-дің квадраты, қосылған 12-ның квадраты, жақшаны жабамыз, бөлінген 73, қосу 895. Тең болады 900. 2555 бөлу жақшаның ішінде 13-тің квадраты, қосу 14-тің квадраты, жақшаны жабамыз, қосылған 35. Тең болады 42. 6-шы тапсырма. Теңдеулерді шеш. 32 көбейту b азайту 59 тең болады 453. 32b азайту 59 тең болады 453. 32b тең болады 453, қосу 59. 32b тең болады 512. b тең болады 512 бөлу 32, b тең болады 16. Тексереміз, 32-ні көбейтеміз 16-ға, азайтамыз 59, тең болады 453. 453 тең болады 453. Екінші, 398 қосу 4907 бөлінген k тең болады 405. 4907 бөлінген k тең болады 405 азайту 398. 4907 бөлінген k тең болады 7. k тең болады 701. 398 қосу 4907 бөлінген 701 тең болады 405. 405 тең болады 405. 7-ші тапсырма. Тапсырманы орында. Шеңбердің қандай бөлігі боялғанын жаз. Яғни суретке қараңыздар, яғни 8-ден 3 бөлігі боялған. Қандай бөлігі боялмаған? 8-ден 5. Тиісті өлшеу жұмыстарын жүргіз, дәптеріңе өлшем осындай шеңбер сыз. Яғни радиусын өлшеп, сол бойынша шеңбер сызуға болады. Келесі 8-ші тапсырма. Сен зерттеушісің. Есепті шығар. 9 литрлік және 5 литрлік екі шелектің көмегімен 3 литр суды қалай өлшеп алуға болады? Яғни, шешуі кестемен беруге болады міне. Бірінші 9 литр және 5 литр. Бірінші қадам 9 литрлікке
яғни шелекке суды құямыз. Екінші қадам, содан, яғни 9 литрліктен 5 литр шелекке құйып аламыз. Қалғаны бізде 4, я үшінші қадамда көрдіңіз, 4 қалды. Болды. Келесі 4 қалды. Келесі 4-ші қадам, сол 4 литрді жаңағы, оны қайттан 5 литрге құямыз. 5 литрді босанамыз ғой, 4 литр құямыз. Енді келесі қайтадан 9 литрлікке суды құямыз. Одан 1 литрді, яғни жаңағы 4 литр құйылды ғой 5 литр шелекке, соны толтырамыз 5 литрлікті. Сосын төгіп тастаймыз. Сонымен бізде мұнда 6-ші қадамда неше литр су қалады? Ой, 7-ші қадамда 8. 8-ден 5-ті қайттан жаңағы 5 литрге құйып аламыз. Сонда мынау 9 литрлікте бізде неше қалады? 3 литр қалады. Міне осы арқылы сіздермен өлшеуге бізге болады. Келесі тапсырма, үй тапсырмасы. Ғарыш айлаққа апаратын 1200 метр тас жолға жөндеу жұмысын жүргізу керек. Жолдың 4-тен 3 бөлігі жөнделген. Енді қанша метр жолды жөндеу қажет? Яғни 4-тен 3 бөлігін табамыз. 1200 бөлінген 4 көбейту 3 тең болады 900. 1200 яғни барлығы ғой, содан 4-тен 3 бөлігін 900 азайтамыз, тең болады 300. Жауабы 300 метр жолды жөндеу қажет. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.